Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең қорқынышты 5 орын жайлы видеоның 3-ші бөлімін ұсынбақпын. Сіздер осы видеоға лайк баса отырыңыздар. Хоя-Бачу орманы Румынияның Клуж-Напока қаласына жақын жерде орналасқан. Хоя-Бачу орманы Европадағы ең жұмбақты жерлердің бірі болып есептелінеді. Бұл орманды тіпті Европаның Бермуд ұштағаны деп те атайды екен. Орманда ес-түссіз адамдардың жоғалуы, белгісіз ұшатын нысандармен жолығу сияқты қорқынышты жайттар орын алған екен. Ал жергілікті тұрғындар болса, бұл орманды айналып өтуді жөн көреді. Орадор-сюр-Глан қаласы. Бұл Франциядағы қала 70-ші жылдан бері қаңырап бос тұр. Қала өткен ғасырдағы фашистермен болған соғыстың көрінісі болып есептелінеді. 1944 жылы 10 маусымда қала тұрғындары түгелдей ажал құшқаннан бастап, бұл жерде уақыт тоқтап қалған сияқты. Қазіргі таңда Орадор-сюр-Глан қаласы әлемдегі қорқынышты елес қала болып табылады. Леп сарайы. 15-ші ғасырда салынған Ирландияның Оффали елді мекенінде орналасқан Леп сарайы Ирландияның ең қорқынышты жерлерінің бірі болып есептелінеді. Сарай әлемге көптеген елестерге толы жер деген атпен танылған. Ал сарайдың қанды тарихы сізді бұл жерге барудан тосатыны сөзсіз. Қытайдағы тастанды Диснейленд саябағы. Қытайдың Пекин қаласынан 45 минуттық жолда орналасқан ғажайып Диснейленд әлемі бар. Бұл ойын-сауық саябағының құрылысы ақша жетіспеушіліктен ондаған жылдар бұрын тоқтатылған екен. Ал саябақтың қазіргі көрінісі болса, әлемдегі ең қорқынышты жерлердің орнын толықтырып тұр. Цинциннати метросы. ақш-тың Огайо штатындағы Цинциннати қаласы метросының құрылысы 1920 жылы басталған. Бірақ 7 жыл өткеннен кейін құрылысқа бөлінген $6 миллион ақша таусылған соң, қала басшылығы метроның құрылысын тоқтатқан. Қазіргі уақытта метроның туннельдері адамдардың назарына жылына 2 рет ашылады. Бірақ та метроның көрінісі әлемдегі ең қорқынышты жерлердің қатарына кіруге лайықты. Достар, назарларыңызға рахмет. Егерде сіздер тездетіп, осы видеода 300 лайк жинайтын болсаңыздар, сіздердің назарларыңызға келесі видеода дәл осындай, бірақ Қазақстандағы қорқынышты жерлерді көрсетемін. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.